Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыз біздің Алматы қаласындағы бастауыш сыныптар мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларымен танысу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл бағдарламамен таныстыру мақсаты ұстаздар арасындағы тәжірибе алмасу және тың идеялармен бөлісу және шығармашылық еңбектерін насихаттау үшін өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Енді ұстаздарымызға кезек берейін. Меня зовут Батиля Кенжарова, көптеген педагог зерттеуші, мен өзім сіздерге бағдарламамызды таныстырып кетейін. Менің бағдарламамның тақырыбы сәндік қолданбалы өнер, 5-ші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламаның мақсаты сәндік қолданбалы өнер бойынша білімді тереңдету, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, жас ұрпақты ұлттық еріктер мен адамзаттық құндылықтардың рухани мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу. Міндеттері: сәндік қолданбалы өнердің тарихы мен түрлерін білу, оқушылардың жалпы өнерге деген қызығушылығын қалыптастыра отырып, кесте тігу, кесемен кесу, құрақ құрау өнерінің әдіс-тәсілдерін ерекшелігін анықтау. Үшінші міндетіміз біздің ұлттық құндылықтарымыздың әлемдік деңгейге шығару қабілетін тұлғаны тәрбиелеу. Бағдарламаның өзектілігі: оқушыларды қазақ халқының сәндік қолданбалы өнері үйрену барысында олардың орындаушылық іс-әрекетінің шығармашылық ізденіспен ұласуына, сәндік қолданбалы өнер түрлеріне жұмыс жасауда мақсат қоя білуге, ақпарат алып оны талдай білуге, жұмыс сапасын өлшемдеп анықтауға, іс-әрекет нәтижелерін бағыттап бақылауға, өзіндік талдау мен өзіндік баға бере білуге үйрету қажет. Сәндік қолданбалы өнер бағдарлама сабағында ұлттық қолөнерімізді дамыту және оны әрі қарай жалғастыру, дәстүрлі қолөнерді жүйелеу түрде меңгеру. Бағдарламаның жаңашылығы: бағдарлама сабақтарында балалар сәндік қолданбалы өнер тарихымен танысады, шығармашылық жұмыстар үшін композицияларды өз бетінше жобалауды және орындауды үйренеді. Болжанған жұмыс оқушылардың ой-өрісін кеңейтуде, олардың туған өлкесінің дәстүрлі мәдениет саласындағы танымы мен шығармашылық белсенділігін тереңдетуге мүмкіндік береді. Жұмыс барысында балалар қолмен жасалатын жұмыстар дағдыларын, өз қызметін ұйымдастыра білуді меңгереді. Бұл алдағы еңбек қызметіне көмектеседі. Бағдарлама 34 сағатта жасалды, 4 бөлімнен тұрады. Мектеп бағдарламасындағы материалдар ескере отырып, оқушыларға практикалық жұмыстар көбірек уақыт беріліп отыр. Бірінші бөлім сәндік қолданбалы өнермен таныстыру, екінші бөлім кесте түрлері, ішіндегі айқаспа кестемен жұмыс жасау, үшінші бөлім кестемен кестелеу, төртінші бөлім құрақ құрау. Күтілетін нәтижелер: материалды тиянақты меңгеріп, ой-өрістер кеңейтіледі, өзінің және басқа оқушылардың жұмыстарын бағалау дағдыларын дамытады, шығармашылық қабілеттерін креативті және ерекше шешімдер көрсетеді, іскерлікке талпынады, жігерленеді, өздерінің жеке жұмыстарын жасай алады әр оқушы. Назарларыңызға рахмет. Осымен